Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор-терапевт Ибрагимова. Бүгін сіздерге бауырдың функциясын жақсартатын және бауырды тазартатын топ 7 тағам туралы айтамын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бауырдың функциясына қысқаша тоқталып кетсек. Бауыр организмге түскен токсиндерді, дәрілік заттарды залалсыздандырады және бауырда холестериннен стероидты гормондар түзіледі. Бауырдан өт бөлінеді. Бауыр зақымдану белгілері: жалпы жағдайдың нашарлауы, бас ауруы, есте сақтау қабілетінің төмендеуі, дененің ісінуі, көз астының қараюы, көз ағының сарғаюы, өт бөлінуінің бұзылысы, папиллома, пигмент дақтар пайда болу, жаңа пайда болған қалдардың ксантома, яғни бетте көз алдындағы май тәрізді бөртпелердің пайда болуы, терінің қышуы және буын аурулары. Бауыр жағдайын жақсартатын көкөністер. Біріншісі капуста, оның түрлері брокколи, брюссель капустасы, редька, горчица және руккола. Олардың құрамында сульфорафан көп, ал сульфорафан бауыр жағдайын жақсартып, детоксикацияны жақсартады және қабынуды төмендетеді. Қабыну кезінде инсулин резистенция пайда болады. Инсулин деңгейін қалпына келтіріп, рак, қант диабетінің алдын алады. Сульфорафан бауыр тіні маймен қапталған кезде де жақсы көмектеседі. Егер сіз жиі кофе ішетін болсаңыз, сульфорафан кофеин дәрілік заттар токсиндерді залалсыздандырады және бауыр жағдайын 2 аптадан кейін жақсартады. Көкөністердің құрамында жоғары температурада сульфорафан сақталмайды, сондықтан капустаны шикі түрінде қабылдаған дұрыс. Тағамда горчица қолдану өте пайдалы, себебі құрамында фермент және фитонутриенттер өте көп. Руккола, шикі және квашеная капуста организмге өте пайдалы, себебі құрамында сульфорафанды активтейтін ферменттер бар. Екіншісі сарымсақ, құрамында сера көп, ал ол бауыр детоксикация фазасын жақсартады. Сарымсақ бұл табиғи антибиотик, грибок, вирус бактерияларға қарсы әсер етеді, антиоксидант, ракқа қарсы әсер етеді. Құрамында В тобы витаминдері өте көп. Үшіншісі куркума. Құрамында белсенді зат куркумин қабынуға қарсы әсер етеді. Куркума организмде ауыр металдар, ртуть, свинец, мышьяк, кадмийді шығарады. Бауыр функциясын және регенерациясын жақсартады. Куркума ракқа қарсы әсер етеді. Митохондрияны қалпына келтіреді. Себебі рак зақымдалған митохондриядан басталады. Төртіншісі қызылша, сәбіз, алма. Құрамы клетчаткаға бай, ішек моторикасын жақсартады. Қызылша гепатопротектор, бауыр клеткаларын және детоксикацияны жақсартып, қабынуды төмендетеді. Фиброз, цирроз қабынудан пайда болады. Қызылша гликемиялық индексі жоғары көкөністерге жатады, сондықтан клетчаткамен бірге қабылдаған дұрыс. Бесіншісі саңырауқұлақтар. Бауыр үшін өте қажет антиоксидант, глутатионға бай, бауыр клеткаларын сақтайды. Алтыншысы авокадо, бауырды қалпына келтіреді. Құрамында глутатион бар. Бауыр қызметін жақсарту үшін аптасына 1 рет жеген жеткілікті, қабынуды төмендетеді. Жетіншісі зәйтүн майы, бауырдағы қабынуды төмендетеді. Сыртында экстравиржин рафинирленмеген түрін алған дұрыс. Бауыр функциясын дұрыс тамақтану арқылы қалпына келтіруге болады. Сізде бауыр зақымдануының қандай белгілері бар? Комментарияға жазыңыз.